жаңағы актер болмай қойсын, актерлік шеберлігі төмен, аз, неге бұл оқымаған, біздің нанымызды жейді, өз-өзіңді жей бастайсың, ойлайсың, мә тәуекел, бақытты болуыма, бақытты сезінуіме сондай бір ықпал етті деп айта аламын. Тәуекел мырза, сұхбат беруге дайынсыз ба? Иә, дайын. Бірінші сұрақ, сіз осы мамандықты таңдауыңызға не түрткі болды? Бала кездегі арманыңыз ба, әлде біреу себепкер болды ма? Бала кездегі арман деп айта алмаймын. Бұл негізі осы университет қабырғасын бітіргеннен кейін сол кезден басталды. Алғашқы кезде модельдікке барып, сол жерде өзімнің жаңағы модельдікке дейін өте ұялшақ едім, ұяң едім. Және жалпы өзім сынағым келді. Жалпы сол осы салада жұмыс істей аламын ба, өз-өзім көрсете аламын ба деп. Сол жерден рекламаға қатыса бастадым, видео реклама. Ал видео рекламадан кейін осы өзімді экраннан көрген ұнады. Сонымен ойладым, неге актерлікпен айналыспасқа деп. Сол сәттен бастап актерлікқа келіп, содан бері әлі осы уақытқа дейін осы саладамын. Шыны керек, өте бақыттым. Негізі дәл осы бағыт мені барлық қыр-сырымды ашты және бақытты болуыма, бақытты сезінуіме сондай бір ықпал етті деп айта аламын. Сол себептен жалпы мамандық таңдау бұл өте маңызды. Жауабыңызға рахмет. Кейінгі сұрағымыз, сіз осы мамандықта қандай қиыншылықтарды бастан өткіздіңіз? Енді кәсіби тұрғыда білім алмағаннан кейін бұл салада әрине қиыншылықтар болды. Өте көп сын болды. Актерлікқа келген кезде көбісі жаңағы актер болмай қойсын, актерлік шеберлігі төмен, аз, әлсіз деп айтатын. Телеведущий, тележүргізушілікке келген кезде де көптеген журналистер сын айтты, неге бұл оқымаған, біздің нанымызды жейді, неге бұлар тележүргізуші болып жұмыс істейді деп. Дегенмен де оның бәріне қарамастан өз-өзімді жетілдірдім, дайындалдым, арнайы сабақтарға бардым, курстарға бардым, жазылдым. Және барлығы енді практика жүзінде болды. Сол практиканың арқасында күшейдім. Аллаға шүкір, қазір енді осы Алматы телеарнасында жұмыс істейміз, одан бөлек киноларға түсеміз, жарнамаларға түсеміз. Сіздің осы ең қиын түсірілімдеріңіздің бірі туралы айтып бере аласыз ба? Жалпы ондай түсірілімдер көп болды. Нақты қазір біреу деп айта алмаймын. Дегенмен есімде әрине, жаңағы түсіріліп жатқан сахна болмай жатқан кезде, эмоцияны бере алмай жатқан кезде, өз-өзіңді жей бастайсың, ойлайсың, мә тәуекел, сен не істеп жатсың, неге осы 60 шақты адамның еңбегін жеп жатсың, неге олар сол уақыт кетіріп, жаңағы күшін кетіріп, шаршап жүр деп, жиналсайықшы деп өз-өзім сөйтіп алға жетелейтін сондай бір эмоциялар тудырамын. Сол сәтте жинақтап өз-өзімді керек эмоцияны көрсетіп, артынша шыны керек бір рахаттанып ойлайсың, көресің, жаңағы ең қиын сахнаны артынан түсіріліп болғаннан кейін үлкен кинотеатрда көрген кезде бекер емес, жақсы алып шықтың болады деген сияқты сондай бір эмоцияда боласың. Сол себептен қиыншылық болған кезде мойымау керек, керісінше соны жеңіп шығуға тырысу керек. Жауаптарыңызға рахмет. Иә, сіздерге рахмет.